Салем достар, бүгінгі видеода біз осындай өте танымал торттардың бірін жасайтын боламыз. Ең алдымен бисквитін жасап аламыз. Оған 280 грамм ұн, яғни електен өткізіп аламыз. Електен өткізгеннен кейін 50 грамм какаоны салып, және осыған 250 грамм сахар, 1 чайна ложка тұз, және 1 пачка разрыхительді салып, құрғақ массамызды араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін ортасын ашып, осыған 280 грамм сахарды, 60 грамм растительный масло, яғни сұйық майды, 2 жұмыртқамызды жарып, осыны миксерлеп аламыз. Миксерлегеннен кейін табамызды майлап, осы массаны 160 градуста 1 сағат аралығында пісіріп аламыз. Ал енді креміне кірсек. Креміне 150 мл сүтпен шантиді жасадым. Егер өздеріңіздің жақсы көретін кремдеріңіз болса, соны қолдана берсеңіздер болады. Мен осы шантимен сүтті араластырып, миксерлеп алдым, және оған оны жартыға бөліп, біреуіне көк және біреуіне қызыл краситель қосып араластырдым. Осыны кондитерлік пакетке салып аламыз. Және тортты жартыға бөліп, жарты бөлігіне көк, жартысына розовый түсті жағамыз. Жаққаннан кейін торттың сыртын өздеріңіздің қалауларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Әсемдеп аламыз, және бетіне кез келген жазу жазсаңыздар болады. Менде мысалы у нас будет деген жазу шықты, оны шоколадты ерітіп жазып аласыздар. Міне осымен дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Экранда көрсетілген YouTube, Instagram арнама тіркеліп жазыламыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.